Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қазығұрт кеден бекетінде пайда болған қылмыстық топ ұсталған сәт. Бұл бекет Түркістан облысы Өзбекстанмен шекарада орналасқан. Ұсталған жалған құжаттарының заңсыз тауар әкелген. Әр жүк көлемінде 200 мың теңгеден ақы алынған. Кеден бекетінде күніне 150-ге жуық жүк көлігі өткен. Олар көрші елдің азаматтарына да мемлекеттік шекарасын заңсыз өтуге көмектескен. Тінту кезінде ірі көлемдегі ақша, атыс қаруы, суық қару, қара кассаның жазбалары, шетел азаматтарының төлқұжаттары, арнайы техникалық құралдар тәркіленді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Зейнетақы жинағының 2023 жылға белгіленген ең төменгі жеткілікті шегі жарияланды. Жаңа жеткілікті шек 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылады. 2023 жылға белгіленген жеткілікті шек жасау мөлшеріне байланысты 3-тен 10 миллион теңгеге дейін соманы құрайды. Толығырақ сайтымыздан оқи аласыз. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз.